Педагогтер үшін ең маңызды әлеуметтік кепілдіктерінің бірі ұзақтылығы 56 күнтізбелік күнді құрайтын жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына шығу болып табылады. Педагогтерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының екі түрі беріледі: негізгі және қосымша. Қосымша демалыс экологиялық қолайсыз аумақтарда және радиациялық қаупі бар аумақтарда тұратын педагогтер үшін қарастырылған. Экологиялық қолайсыз аумақтарда тұратын педагогтер үшін қосымша демалысының ұзақтылығы 7 күннен 12 күнге дейінгі мерзімді құрайды. Радиациялық қаупі бар аумақтарда тұратын педагогтер 5 күннен 14 күнге дейінгі мерзімді құрайтын қосымша демалысқа құқылы. Еңбек демалысын беру кезінде нақты жұмыс істеген уақыт қана есепке алынады. Демалыс уақытына түскен мереке күндері демалысқа кірмейді. Еңбек демалысы орташа күндік жалақыны демалыс күндерінің санына көбейту арқылы есептелінеді. Орташа күндік табыс 12 айдағы есептелген жалақы сомасын нақты жұмыс істеген күндер санына бөлу арқылы есептелінеді. Егер педагог бір жылдан аз уақыт жұмыс істеген болса, онда орташа күндік жалақыны есептеу үшін нақты жұмыс істеген айлар ғана есепке алынады. Еңбек демалысын пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған педагогке өтемақы төленеді. Өтемақыны есептеу үшін орташа күндік табыс пайдаланылмаған демалыс күндерінің санына көбейтіледі. Еңбек демалысының төлемдерінен және өтемақыдан салық ұсталынады. Әрбір білім беру ұйымы еңбек демалысының төлемдерін уақытылы төлеуге жауапты. Еңбек демалысын беру кезінде сауықтыруға арналған жәрдемақы лауазымдық жалақы мөлшерінде төленеді. Педагогтер қосымша жұмысты немесе уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін өзінің негізгі жұмысынан босатылмай орындаған кезде және ол үшін қосымша алған жағдайда бұл лауазымдарды қатар атқару болып табылады. Бұл жағдайда сауықтыруға арналған жәрдемақы педагогке негізгі лауазымы бойынша ғана төленеді. Егер педагог қосымша жұмысты лауазымдарды қоса атқару туралы жеке еңбек шарты талаптары бойынша негізгі жұмысынан бос уақытында атқарса, сауықтыруға арналған жәрдемақы негізгі жұмысы үшін де, қосымша жұмысы үшін де бөлек төленуі тиіс.